Қайырлы кеш, құрметті жерлестер. Апталық біздің тікелей эфирді бастайық. Енді айта кетсек, эпидемиологиялық жағдай туралы қаламызда бүгінгі күнде 5070 адам тіркелген. Оның ішінде 3831 адам емделіп шықты. Ол 75-те 5%-ді құрайды. Бүгінгі күнде 26 адам тіркеліп отыр. Оның ішінде бүгінгі күнде 437 адам емделіп шықты. Енді біз орын туралы айта кетсек, өздеріңіз білесіздер, 5 шілдеде бізде 78-де 7% орын толық болса, қазіргі кезде 23%-ға түсті. Оның ішінде қазіргі кезде 5 шілдеде 2882 адам бізде емханада емделіп жүрген жағдай болса, қазіргі кезде 645 адам емделіп жатыр. Оның ішінде 524-ті пневмониямен, 82 азамат КВИ-мен жатыр, COVID-19-бен, 39 адам ЖРВ-мен жатыр. Енді қазіргі таңда біздің жедел жәрдемнің шақыру туралы айта кетсек, 5 шілдеде бізде күніне 2320 адам қоңырау соғып жедел жәрдемді шақырса, қазіргі кезде бүгінгі күнде 1200 адам болды. Енді 19 жылмен салыстырғанда күніне 1100 адам жедел жәрдемді шақыратын болады. Біз сол деңгейге түсіп келе жатырмыз. Енді одан басқа біздің қазір 211 мобильный бригада жұмыс істеп жатыр. Ол 211 бригадамыз қазіргі таңда 17712 адамды үйде емдеп шығарды, 53094 адамға дәрі-дәрмекпен қамтамасыз еткізілді. Одан басқа біздегі поликлиникамыз арнайы әр өзінің тіркелген поликлиникасына қоңырау салып, жағдайын сұрап, ахуалдарын сұрап отырады. Қазіргі кезде біздің статистикамыз бойынша 608.831 адамға қоңырау соғып, бақылауға алғанын көрсетіп отыр. Енді айта кетсек, өздеріңіз көріп отырсыз, біздің статистика бойынша қазіргі жағдай тұрақты болып келе жатыр. Дегенмен біз өзіміздің алдағы кішкене қойған мақсатымызды айта кетсек, өздеріңіз білесіздер, жыл сайын біздегі күзгі уақытта өзіміздің гриппіміз бар, өзіміздің пневмониямыз бар, ЖРВ-міз бар. Сол себептен соны да қарап, қалай жасайтынымызды ақылдасып, біз жоспар құрдық. Жоспарымызда бірінші айта кетсек, 3 бағытқа бөлінеді. Қазіргі жағдайда біздің орын босап жатқаннан кейін біз қазір рет-ретімен бәрін жауып жатырмыз. Енді бұл тұрақты бізде 1420 орын болады, оның 213-ші реанимация койка деп аталатын орын болады. Біз қазір қыркүйектің ортасына аяғына дейін дайындалып жатырмыз. Ол бағытта біз 3646 орын дайын болады. Оның ішінде 547-сі реанимация болады. Егерде біздің эпидемиямыз, пандемиямыз, ковидіміз күшейіп кетіп, пневмониямыз күшейген жағдайда біз 4996 орынға тағы дайын орын қамтамасыз еткіземіз. Оның ішінде 750-і реанимация койка болады. Қазіргі кезде енді дайындық жұмыстар жүріп жатыр. Оған қарамастан біз қазір кислородный точканы дайындау үшін жұмыстар жасап жатырмыз. Біз әр мекемеде 70%-ға кислородный точка жеткізетіндей жағдай жасаймыз. Оған қарамастан қазір ИВЛ аппараттарын сатып алып жатырмыз. Оны да 750 реанимацияның койкына 100% қамтамасыз етеміз. Тағы да қазір қалада бізде 16 КТ бар. Тағы 3-еуін алып жатырмыз, 19 болады. Біздің енді жоспарымызда екіге бөлінеді. Ол біріншісі
төсек орынға жатқызады, ол госпитализация дегені бар. Оған қарамастан біз алдын ала поликлиника арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Енді поликлиниканың 3 бағыт жұмысы бар. Ол біздің әр өзінің поликлиникасына тіркелген азаматтармен біздің дәрігерлеріміз телефон арқылы ары қарай хабарласып тұрады, жағдайларын сұрап. Одан басқа бізде өздеріңіз білесіздер, тікелей консультация дейді, онлайн консультация 14-30 КЗ ары қарай жұмыс істеп отырады. Тағы да бізде қазір Даумет деген ол да қосылып жұмыс істеп жатыр. Бұл бірінші бағыт. Бұл арақашықтықты сақтап, біздің қала тұрғындардың бәрінен бақылау ұстап отырамыз. Қандай ахуалға ұшырағанын, қандай жағдай, ауырып жатыр ма, ауырып жатқан жоқ па, сол бағытта. Екінші бағыт бұл күндізгі стационар дейді. Біздің қала тұрғындары ауырып жатқан жағдай болып жатса, бірақ енді басталып жағдай болғанда біз оларды күндізгі стационарға алдын ала емдеп бастаймыз. Бұл азаматтар үйінен тұрамай, ковид болып тіркелген болса, үйінен шығамаған жағдайда болған жағдайда бізде мобильдік группа ары қарай жұмыс істейді. Қазіргі уақытта 211, ол санды біз азайтпаймыз, оны керектінде ары қарай күшейтеміз деп жұмыс жасап жатырмыз. Екінші бағытта бізде бұл госпитализация. Әр госпитализация 2 бағытқа бөлдік. Бұл бірінші біздің жедел жәрдем келген жағдайда бірінші азаматтарды ахуал жағдайын сұрайды, өздері сөйлеуде шешім қабылдайды. Біздің дәрігерлер содан кейін ахуалы нашар жағдай болғанда оларда бірден ғана біздің реанимацияға барады. Әр реанимация бөлінген, әр бағытта жұмыс істейді, районға бөлдіреміз. Олар сөйерге барғаннан кейін приемный покойдан өтіп, сөйерде әр реанимационный біздің ауруханаларда өзі қазір КТ мен цифровой рентген қойып жатырмыз. Сол рентгеннен КТ-дан өткізіп, пневмония жағдайын байқаймыз. Қанша пайызға біздің легкий пораженность дейді, сол қай жағдайға келген бақылап, бірден біздің дәрігерлер емдеу протоколына көшеді. Егер бізде жағдайы тура 30%-дан аспаса, легкийлердің бәрі таза болған жағдайда біз сөйердегі приемный покойда дәрігерлер шешім шығарып, үйге барып жатқызып, бұл домашний госпитализация дейді, протокол лечениесін беріп, біз оны поликлиникаға бұл бағытта жүктейміз. Ол жерде онлайн бақылауға алады, одан қарамастан мобильный группта барып тұрады. Сол барып тұрып, если біздің ауруымыз күшейіп баратқан жағдайда қайтып оны госпитализация жатқызып, емделіп шығуға тырысамыз. Осындай кішкене жоспар айта кетсек, қазіргі үлкен осындай дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл бағытта біз қыркүйектің ортасына дейін дайын боламыз. Енді, уважаемые, добрый вечер, земляки. Я хотел бы продолжить онлайн свою трансляцию еженедельную. Хотелось бы вкратце рассказать ситуации. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 5070 человек ковидом. Из них на сегодняшний день вылечено 3831 человек. За сутки вылечено 437. На сегодняшний день, на 7 число, зарегистрировано 26 COVID-19. Это показатель снижения. Если сказать занятость стационарных коек, если сказать, на 5 июля у нас была занятость 78,7%, сегодня составляет занятость 23%. Если сказать, на 5 число июля у нас было заполняемость коек 2882 человека, на сегодняшний день 645. Из них 524 на сегодняшний день лечатся от пневмонии, 82 от COVID-19, 39 от ОРВИ. Вкратце хотелось рассказать о статистике.
На 5 июля было в день вызовов 2320 звонков. На сегодняшний день, на 7 число, у нас 1200. Если показать статистику, на июль 2019 года у нас ежедневный звонок скорой помощи был 1100. Это говорит о том, что мы уже приближаемся к стабильности и ежегодной вызовов скорой помощи. Хотелось бы крайне рассказать системные меры контроля и управления эпидемиологической ситуацией. У нас есть определенный план. Мы планируем на 3 категории разделили. Это текущая ситуация. У нас на сегодняшний день 23% заполняемость коек. В связи с этим мы, где будет освобождаться, будем потихонечку закрывать и переходить к плановым лечениям пациентов. Не только ковид, и пневмонии, ЖРВИ и так далее, и обычные лечения. В этой связи мы на сегодняшний день достигнем уровня 1420 коек, из них будет 213 реанимационных коек. План Б – это мы готовимся к сезонному гриппу, плюс если ковид будет распространяться, пневмонии, мы должны заранее готовы. В этой связи мы подготовим середину сентября 3646 коек, из них 547 будет реанимационным койкам. В случае, если будет вспышка COVID-19 пневмонии, мы будем также готовы на 4996 коек, из них будет 750. При этом другие также ведутся подготовительные работы, это обеспечением кислородными точками. Мы достигнем, каждая больница будет обеспечен 70% кислородными точками. ИВЛами будут обеспечены все реанимационные койки. Кроме того, у нас на сегодняшний день, тем, что мы приобрели, у нас на сегодняшний день имеется 16 КТ оборудования. Мы сейчас приобретаем еще 3 единицы, будет 19. По расчету, я думаю, это будет достаточно. При этом система будет работать таким образом. Мы хотим заранее лечить население на дому. Это будет называться госпиталь на дому. Это как будет работать? Это будет в 3 направлениях. Первое направление – это дистанционное лечение. Это на сегодняшний день уже это работает. Это онлайн-консультация 1430 КЗ. Плюс еще Даумед подключается. И традиционный обзвон каждого пациента, закрепленного за каждой поликлиникой. Второе направление – это будет дневной стационар. В случае, если пациенты будут чувствовать визуального осмотра, либо диагностического обследования, там, прохождения КТ или там, рентген и так далее, они будут обслуживаться в дневных стационарах и планируется лечение в каждом поликлинике. Третье направление, если пациент чувствует, он что не может самостоятельно посещать поликлиники, будет организовано, на сегодняшний день это организовано мобильные группы. Туда входит 4 у нас входит, в мобильную группу входит реаниматолог, лечебный врач и 2 среднего медперсонала. На сегодняшний день эта мобильная группа составляет 211 единиц. Они разделены по каждой по поликлинике. Каждая поликлиника по не менее 3-4 мобильных групп. Это зависит от загруженности каждого поликлиники, прикрепленности каждого поликлиники. В каких-то поликлиниках там 10 тысяч прикрепленных, где-то 80, где-то 50 тысяч от их уровня. Госпитализация будет осуществляться таким образом. После вызова скорой помощи врачи скорой помощи будут определять состояние нашего пациента. Если пациент определен
тяжелым, они будут немедленно госпитализированы на инфекционных больницах. Мы определили их старый госпиталь, инфекционная больница, это второй новый, который мобильный госпиталь построен, и третий это фосфор. Сейчас идет большой капитальный ремонт фосфора. Временно до конца года мы его тоже определим как больница тяжелобольных. Там в каждом этих больницах будет уже установлен КТ-аппарат, будут цифровые рентгены. Они на местах будут проходить там КТ и цифровой рентген, который будет определять пораженность легких. В случае, если там определен риск сразу реанимацию, там прием покоя сразу определят реанимацию и начнут протокол лечения. Второй вариант, если скорая помощь определит, врачи скорой помощи определит, что пациент средней тяжести, легкой тяжести, они привезут его в диагностический центр, увидят пораженность легких, если менее 30% и состояние пациента является состояние лучшее, то будет лечение госпиталя на дому. Мы определим дома определенный протокол лечения, закрепим за поликлиникой, которой пациент прикреплен, и будет наблюдаться то, что я уже сказал, в 3 вариантах. Онлайн консультация, это традиционный обзвон каждого пациента, и третье это мобильная группа. В случае, это пациент будет ухудшаться, мы немедленно будем госпитализировать. Таким образом, мы, думаю, большой нагрузки медицинской инфраструктуры планируем снизить. Уважаемые земляки, құрметті жерлестер, енді сұрақтарға көшейік. Біз айта кетейік, біздің әр өздеріңіздің экрандарыңызда сұрақ белгісі бар. Сол сұрақ белгісіне басып сұрақ қойсаңыздар болады, мен тікелей жауап беремін. У нас большая проблема. В 12 микрорайоне очень сильно пахнет газом после 11 часов ночи. Ручки есть? Да, я уточню, по этому вопросу немедленно сейчас займусь. Коммунальными службами разберемся, может какая-то текущий вопрос есть. Мы после прямого эфира я этим вопросом сейчас сразу займусь. Уважаемые коллеги, друзья, земляки, прошу прощения, коллеги, привык уже с одной совещания в другое. Можете задавать вопросы, там у вас будет на экране вопросительный знак, где можете нажать и задавать вопросы. Алдағы уақыттағы карантиннің созылуы мүмкін бе? Қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, 17 тамызға дейін карантин созылып отыр. Бұл енді қатты карантин емес. Енді бұның бәрі, карантин ары қарай созылуының бәрі өзіміз қолымызда. Бұл эпиджағдайға байланысты. Егерде мынау біздің COVID-19-дың өсуі болмаған жағдайда, бұл біз орталықпен шешім қабылдаймыз, біз статистиканы береміз, жан-жақты қараймыз, өспеген жағдайда бұл шешім карантинді рет-ретмен шешуге шешім қабылдаймыз. Біз қазір ол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Енді біз қазір атамекен біздің кәсіпкерлік орталықпен жұмыс істеп жатырмыз. Солар арқылы қазір бір алгоритм жұмысы жасалды. Онлайн тапсырма әркім өзінің жекеменшік мекемесін ашу үшін өзінің ұсынысын береді. Ұсыныс берген екен біз қараймыз. Ол жерде біздің платформа болады. Ол платформаның ішінде бәрі қандай тәртіптердің бәрі көрсетіледі. Сол тәртіптің бәріне мен дайынмын, мен ашуға дайынмын деген жағдайда бізде екі бағытта бұл жұмыс істеледі.
азаматтар көп шоғырланбай жерден біз онлайн рұқсат береміз. Егер де адамдар көп шоғырланатын жер болған жағдайда біз арнайы комиссия құрамыз. Ол комиссияның ішінде аудан әкімдіктерден бір азаматтар кіреді. Кейін біздің қалалық департамент басқармасынан кіреді. Солармен бірігіп, атамекеннен кіреді. Солармен бірігіп біз дайындығы болған жағдайда оны ашуға рұқсат береміз. Енді бұны бәрін ең алдыңғысы біздің кәсіпкерлерге өтініш. Бұл жағдайға шын көңілмен қарау керек. Бұл ертең ашылып алғаннан кейін тәртіпті сақтап, ертең бұл жерге азаматтарды ошақ қылмай, бір-бірін жұқтырмай жағдай болған жағдайда біз өздеріңіз білесіз, COVID-19-ды жеңеміз. Енді бәріміз бұл бағытта күресу керекпіз. Бұл бір ғана біздің мекемелер күреспеу керек. Бұл бір ғана дәрігерлер күреспеу керек. Өйткені біздің инфрақұрылымыз, медициналық инфрақұрылымыз бәрін бірдей қабылдауға шындықты айтайық, бұл мүмкіншілік болмайды. Сол себептен алдын ала айтып кеттім ғой, біз алдын ала жұмыстарды жасау керекпіз. Енді біз өздеріңіз көріп жатырсыздар, қалада бәр жерде қазір реклама іліп жатырмыз, плакат іліп жатырмыз, қарапайым санитарлық тәртіпті сақтаңыздар деп, бетперде киіңіздер, қолыңыздар жуыңыздар, арақашықтық тәртіпті сақтаңыздар деген үлкен өтініш сіздерге білдіріп жатырмыз. Сол өтінішті әрқашанда орындауға тырысуға шақырамыз. Ковид қанша адамға төмендегенде мектептер ашылады? Қазір енді бұның бәрі эпид жағдайға байланысты. Біз ковидті қазіргі айта өттік. Бізде 0,6%-ға ковидтің өсуі болып тұр. Бұл бірден өспеу керек. Бұны бір 2 ай, 1 ай осылай тұрақты болған жағдайда бұны қарастырамыз. Қазіргі кезде оқудың 2 бағытына дайындық жұмыстар жүріп жатыр. Ол бастауыш сыныптағы оқып жүрген біздің балаларымыз бұны әр топқа топқа оқытуға әрекет жасап жатырмыз. Санитарлық тәртіпті әр мектепке үлкен дайындық жұмыс істеп жатыр. Әр бір сыныптың ішінде 15 бала болу керек. Өздеріңіз білесіз, біздің сыныптарда, мектептерде 15 бала емес, 25 бала, кемінде кейбір жерде 40 бала бар. Сол топтарды екіге бөліп, әр арақашықтықты бір-біріне жұқтырмайтын жағдай жасауды бір жолға қоюды үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Қалған үлкен сыныптарда оқитын біздің балдар, олар әрі қарай арақашықтықта оқиды. Ол арақашықтықты сақтау жұмыстарын, ол арақашықтықта компьютермен қамтамасыз ету, интернеттен қамтамасыз ету. Әр қазір директорлер бір балдармен хабарласып, қазір бізге санын шығарып берді. Сол санын шығарып бергенге қалай қамтамасыз етудің бәрін жұмыстарын жасап жатырмыз. Қазіргі кезде біз 10 мыңдай компьютер сатып алдық. Қазір біз министрліктер арқасында бізде тағы бір 31 мыңдай компьютер жеткізеді. Бізде сонда 40 мыңдай жетеді. Оның бәрін қазір апайлармен үйінде жоқ компьютерлердің бәрін жеткізуге күш салыстырамыз. Сол себептен қазір әлі ертерек айтуға, біздің тамыздың ортасынан аяғына бастап біз басқа да шешім шығаруға тырысамыз. Рахмет. Скажите, пожалуйста, что происходит со службами вывоза мусора в городе? Но это, конечно, текущая проблема, вы знаете. На сегодняшний день система, хотела рассказать, как работает система. На сегодняшний день рынок вывоза мусора является свободным рынке. Каждый предприниматель мусорной компании заключает договор с каждым жителем, где есть договорные обязательства. У каждого жителя по районам, которые заключили, мы, как поняли, чуть разные.
В этой связи каких-то мусорные компании свои обязательства выполняют очень хорошо, какие-то очень слабо. В этой связи мы совместно с жителями, и в каждых домах есть, как народным словами, управ домами, да? С ними вместе отрабатываем и принимаем определенные меры. Но ситуация, конечно, в сравнении с месячным уже улучшился. Мы очень много в этом направлении работаем с компаниями и управлением домами. Призываем наших предпринимателей, которые мусорные компании, чтобы они свою сервис-услугу улучшали. Конечно, многие сейчас в этой связи модернизуются. При этом мы сейчас призываем еще новых участников, которые будут обеспечивать новые услуги, лучшие услуги, чтобы было в этом рынке конкуренции. В этой связи я всех жителей и управ домами призываю подключиться вместе с нами, призывать от лиц наших жителей работать тоже улучшению работы мусорной компании. В этом направлении работа будет дальше продолжаться, не останавливаться. Мы собираемся улучшать. Есть новые идеи, которые вот одна компания Green Line, которая подключилась в этом направлении, они начали работать, устанавливать свои новые мусорные контейнеры, благоустройством заниматься. Я думаю, это даст толчок другим компаниям тоже модернизироваться, улучшаться и дать услугу. Конечно, будем этим заниматься. Спасибо. Жеке кәсіпкерлерге көмек жолдары қарастырыла ма? Қазіргі кезде біздің президентіміздің тапсырмасы бойынша көмектер жасалып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, салық көмек, салық бағытында үлкен көмек жасап жатыр. Одан қарамастан бізде қанша бағдарлама ашылып жатыр. Біз осы өздеріңіз білесіздер, жаздың басында фронт офис деген аштық. Сол фронт офисте қай бағдарламалар көмек түседі, қай бағдарламалардан несие алуға, басқа да алуға көмек көрсететін бәрі сол жерде қаралған. Көмектің бәрі сол жерде түсіндіру жұмыстары болып жатады. Әр бағыт әртүрлі. Сол бағытқа қарап өздеріңіз сұрақ қойсаңыздар, сол жерде көмек береді. Сол жерге баруды шақырамын. Так, где градусники? Да, на сегодняшний день уже город заведен, как я уже в предыдущих своих прямых эфирах говорил, что будет заводиться постепенно. На сегодняшний день, вот на эту неделю завезли 10 тысяч градусник. Каждый день распространяет по аптекам по 1000 единиц. Да? При этом на сегодняшний день уже город в Алмату сейчас проводится растаможка в городе Алмате, 30 тысяч единиц градусников. Я думаю, на следующей неделе эти на рынок поступят, и мы полностью 100% обеспечим градусников города. Почему задержка такая? К сожалению, что заводы-изготовители, там был большой очередь, не только в Казахстане, и другие страны. В этой связи мы быстро были прямые переговоры в этом направлении, и было только по маленькие партиями опущены. Вот и большая партия, я думаю, придет, 30 тысяч единиц. Я думаю, мы этот вопрос снимем. Но при этом будем дальше работать, чтобы город постоянно был 100% обеспечен градусниками. Спасибо. Балабақшаға қашан ашылады? Енді балабақшаны мына біздің эпиджағдайға байланысты, оған қарамастан біз өздеріңіз білесіздер, мына білім басқармасынан күнделікті аптасына бір рет брифинг жүргізіп жатыр, өз жерде де айтылып жатыр. Бізде енді 100% ашылмаса да, мына дежурный группа дейді, сол группаларды ашуға мына қыркүйектен бастап ашылады. Егер де мына эпиджағдай жақсы болған жағдайда, біз ары қарай аналитиканы қарап, біздің комиссиямен қарап, орталықпен ақылдасып, ары қарай ашуға тырысамыз. Рахмет.
шағымдарды қай жерге хабарласып айтамыз? Сұрағыңызға рахмет. Мен бұл бағытта әрден айтып жатырмын, өзімнің парақшамда да айтып кеттім. Біз қазір 109 деген қазір шағым орта аштық. О жерге бар шағымдарды айтсаңыз болады. О жердегі шағым орталықта колл-центр ретінде қабылдап, сіздің бірден сұрағыңызға жауап бермеген жағдайда бұл коммуналдық па, жоқ бұл әкімдікке ба, бұл басқармаларға ма, бар сұрақты жеткізеді. Сол себептен ол сұрақтардың бәрін талқылап, зерттеп, шешілмегенше дейін бұл сұрақ біздің тіркеуден шешілмейді. Оған қарамастан мен оны қазір бақылауға қатты өзім алдым. Маған әр апта сайын кім қалай орындалып жатқанын бәрін көрсетіп отырады. О жерде әр коммуналдық служба, әр басқарма, даже менің орынбасарларым да әркімде рейтинг ретінде қойып қойдым. Қаншалықты тез бұл шағым сұрақтарды шешіп жатыр, тез шешілмей жатыр. Енді ұзаққа созылатын бәрін оны күрделі ретінде қоямыз. Сол себептен қысылмай сол жерге өзекті мәселелердің бәрін айта беруге шақырамын. Ол дегенмен бізге аналитика ретінде өте керек. Бір өзекті мәселелер көбейіп жатқанда біз бәріміз қалай шешетінді ойласып, ертең оған қаражат керек па, жоқ қолдан істеуге бола ма, жоқ терезеде істеуге бола ма, соның бәрін талқылауға аламыз. Сол себептен 109 біздің орталыққа хабарласуды бәріңіз шақырамыз. Рахмет. Әсемдік салондар қашан жұмысқа қосылады? Қазіргі кезде біз 17 тамызға жоспарлап отырмыз. Сол себептен бәнде алдын бәнде айта өттім. Қазір бізде платформа ашылады. Біз министрлікпен бірігіп, денсаулық сақтау министрлікпен бірігіп қандай тәртіп болу керек екенін, сол платформаға жүйесін бәрін кіргіземіз, бәрі қандай тәртіп керек екенін, сол тәртіптердің бәрін кіргізіп, бәрі дайын болғаннан кейін біз хабар етеміз. Әр кәсіпкер, салон бола ма, жабық тұрған кәсіпкерлердің бәрі қай салада қандай тәртіп бар екенін қарайды. Сол тәртіпке келтірдім деген жағдайда біз сіздер заявка түсіресіздер. Сол заявканы қарап, біз комиссия ретінде тексеріп рұқсат береміз. Сәл енді шыдамшылық керек. Жағдайы тұрақты болған кезде 17 тамызда ашуға тырысамыз. Рахмет. Жылу маусымына дайындық туралы айта кетсеңіз? Жылу маусымы қазір дайындық жұмыстары жүріліп жатыр. Біз 2 аптада мен өзім арнайы жиналыс жүргізіп жатырмын. Енді айта кетсек, қазіргі кезде біз уже 80%-ға дайындық болып жатырмыз. Бәрі мектептер мен денсаулық сақтау, бәрі мемлекеттік мекемелердің бәрі 97%-ға дайын. Мектептер уже көбісі 100%-ға дайын. Қазір кейбір жерлерде біз ескіріп қалған инженерлік жүйенің бәрін ауыстырып жатырмыз. Ол бізде қазір 67%-ға дайын. Біз қыркүйектің 15-іне 100% дайын болу керекпіз. Үлкен жұмыс біздің орталық тесті 3-те жұмыс жүргізіп жатыр. Ол 10 жыл жасалмаған жұмысты қазір олар ротор деген аппаратты қазір күрделі жұмыс жасап дайындық болады. Біз қыркүйектің 15-іне 100% дайындыққа жоспарлап отырмыз. Рахмет. Ассалаумалейкум. Қаланың орталық көшелеріне қашан толық бітіресіздер? Мына қаланың орталықтардың өзі уже 70%-ға бітіріліп жатыр. Біз тамыздың аяғына дейін 90%-ға бітіруге тырысып отырмыз. 100% біз қыркүйектің ортасына бітіруге қазір жоспарлап отырмыз. Сол себептен қазір құрметті жерлестер, сәл шыдамдылық, бізге көмек керек. Сол себептен бұл жолдардың бәрі ертең аяқталғаннан кейін өзіміздің игілікке оңай болады. Бұл енді республика қала жаңа жол болған, оның жамандығы жоқ деп санаймын. Осы жолдың арқасында біз қала тұрғындарына, көп азаматтарға жұмыс беріп отырмыз, көп азаматтарға айлық беріп отырмыз. Бұл жолдың арқасында ертең қаламызда, ертең тазалығы да, жолдың жүйесі де дұрыс болады деп санаймын. Рахмет. Бір сұрақ.
Құрметті жерлестер, сұрақ қойыңыздар, сұрақтарыңызға жауап берейін. Қайтпас 2-нің жолы қашан бітеді? Қайтпас 2-нің жолы 100% биыл салынып жатқанның бәрі бітеді. Басталмағандың барына біз айта өткенбіз. Жобалық сметалық жүйе жасап жатырмыз. Оның бәрін өзіміз айтқан болатынбыз. Биылғы жылда 414 шақырым метр жасап жатырмыз биылғы жылда. Енді статистика ретінде басқа жылдарды айта кетсек, 17-ші жылы 78 ғана шақырым метр салынған, 18-ші жылы 100-ден астам, 19-ші жылы уже 160-тан аса шақырым жол салынған болатын, биыл 414. Сол себептен біз рет-ретімен жолды қолға алып отырмыз. Ендігі биыл бітпеген жағдайда сіздерді шақырамын, түсінішіп берген ендігі жылды ары қарай бұл жүйені жалғастырамыз. Құрметті жерлестер, енді біріншіден барларыңызды мынау санитарлық тәртіпті сақтауға шақырамын. Бұл өте маңызды, өте қазіргі кезде бізге үлкен көмек болады. Сол үшін біз бәріміз бірігіп қарапайым санитарлық тәртіпті сақтауға, бетпердені киіп, көп шоғырланған азаматтардың жиналған жеріне жиналмай, қазіргі уақытта той, үйдегі кішкене мерейтойдың бәрін тоқтатып, бәріміз бірінші кезде денсаулыққа қарау керекпіз. Сол себептен бізге көмек керек. Осының бәрі өзіміздің қолымызда тұр. Сол себептен бұның қиындылығы еш нәрсесі жоқ. Осыны біз өзіміздің өмірдегі жай тәртіп ретінде сақтауға шақырамыз. Осымен бүгінгі біздің тікелей эфирді аяқтауға рұқсат етіңіздер. Ендігі келесі аптаға дейін сіздерді осы тікелей эфирге шақырамын. Рахмет барларыңызға, сіздерге денсаулық, ұзақ өмір. Рахмет.